Дәл осындай цифрлы бубайпай тортын жасағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментария жазып кетіңіздер. Бізге осы тортты жасау үшін керектегі заттар қажет. Достар, бүгін біз сіздермен екі цифрлы торт жасайтын боламыз. Бізге ол үшін 12 штук жұмыртқа керек, кейін какао керек, және де шекер керек, кейін разъединитель, және де сары май и шоколад керек. Сосын біз ұн қосатын боламыз. Алдымен жұмыртқа мен шекерді араластырып аламыз. 12 жұмыртқамызды осыған саламыз. Сіздер бір цифр жасасаңыздар 6 жұмыртқа жетеді, ал біз 2 цифр жасаймыз, 12 штук кетеді екеуге. Біз 12 жұмыртқамызды шағып болдық. Біз миксермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Шекерді аз-аздан қосатын боламыз. Шекерді тағым саламыз. Тағым араластырып саламыз шекерді. Біз осылай араластырып алдық. Енді біз өзіміз газге сармай мен шоколадты ертіп аламыз. Осынша сармай жетеді. Осылай майларымызды салып аламыз. Қазір шоколадты қосамыз. Біз енді осыларды араластырамыз газде. Осыны біз қазір газде араластырып аламыз осылай қасықпен. Ерігенше астын осылай температурада ұстап тұрасыздар. Жұмыртқалы массамызға миксермен араластыра отыра шоколадымызды қоямыз. Өйткені ол қазір ыстық, шоколадымызды құйсақ, ол пісіп кетуі мүмкін. Сол себептен миксерді араластырып шоколадымызды құямыз. Дәл осылай аз-аздан құйып араластырамыз. Бізде осындай цвет болды. Біз какаомызбен разъединителімізді араластырып, осыған миксер араластырып қосатын боламыз. Міне осылай араластырып, қазір үстіне ұн қосамыз осының. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Елек. Осының үстіне қазір құямыз. Осыны қазір араластырып, 3 бөлікке саламыз, миксермен араластырып. Мына бірінші бөлік салды. Енді екінші бөлікті салдым. Енді үшіншісін салып, жақсылап араластырып жатырмыз. Осылай шығады. Міне осындай қою шығу керек. Енді осыны бөліктерге бөліп құятын боламыз. Қазір осы 3 деген цифрға бағанағы массамызды құямыз. Міне осылай істеп аламыз. Қазір осыны тура табамызға сырғытып алып, пешкаға салатын боламыз. Міне бұлай осыны газға қызып тұрған газымызге осыны қоятын боламыз. Біз сандарды 3 санды 3 қабат істейміз. Сол себептен 3-еу сызып шығамыз. Қазір біз 3-те екіншісін, екінші қабатын жасаймыз. Осы 3-ті дайындап болдық. Екіншісін, біріншісі біткен соң осыны салатын боламыз, екіншісін. Мынау 3-шісін де істеп біттік, енді 5-шісін жасайтын боламыз. 5 деген цифрды жасайтын боламыз. Міне 5 цифрды жасап болдық. Міне 3 цифрымыз пісті. Міне біз 3 цифрларымыз дайын. Біз қабат-қабат істеген кезде 3 қабаттан болады. Екеуінде де біз 35 деген сан істейін деп жатырмыз. Сол себептен 3 қабаттан боладық. Міне. Біз торттың кремін жасау үшін алдымен творожный сыр, кейін сливки, кейін сода керек болады, сахарный пудра керек болады. Біз алдымен ыдысымызға сливкиді құямыз. Бұны біз қазір жай жылдамдықта, сосын қатты жылдамдықта араластыратын боламыз миксермен. Біз араластыра отырып сахарный пудраны салатын боламыз. Міне осылай шығады. Енді творожный сырды салатын боламыз. Енді осы творожный сырымызды салып болған соң ыдысымызға миксермен араластыратын боламыз. Қою болғанша. Біздің креміміз дайын, өзінің формасын жақсы ұстады. Енді біз тортымызды құрайтын боламыз. Міне осылай қойып алдық, кейін үстіне бағанағы осы кремімізді жағып шығатын боламыз. Міне біз 3-ті осылай кремімізді жағып аламыз. Цифрлы буфи пай жасап жатқанымыз біздікі. Біздің
Цифр тортымыз дайын болды. Енді бетін әсемдейтін боламыз. Міне біз тортымыз дайын 35 деген. Өздеріңіз қалауларыңызша сәндейсіздер. Біз қазір шоколадтармен сәндейтін боламыз. Достар, біздің тортымыз дайын. Міне сәндегеніміз. Әркім өзі қалай сәндей алады. Біздің торт жасағанымыз, цифр торт жасағанымыз ұнаса, бізге каналға жазылып, және де лайк басуды ұмытпаңыздар.